Жақында ғана өзімнің туған ағам Жанат қаланың орталығынан үй сатып алған болатын. Орталық деген аты болмаса, сенуіңіз әсте қиын. Бұл маңда у-шуы көп көлік атаулы да саябыр. Осыдан 30-40 жыл бұрын салынған үй болуы керек. Төменгі жағындағы кірпіштеріне су тиіп, үгіліп, іргетасы жерге кіріп көрінбей қалған. Арзанға түскені көрініп тұр. Әйтпесе, қала тұрғындары мұндай үйдің құр орнына ат басындай алтын сұраудан да тайынбайтын заман болды емес пе? Сол үйдегі анау-мынау құрылыс жұмыстарын жалғыз өзім жасадым. Күні бойғы ауыр жұмыстан шаршағандықтан шығар. Балғын денеме көрпе тиісімен ұйықтап кетіппін. Не өңім, не қорқынышты түсім екені белгісіз, тұншығып бара жатыр екенмін. Бір заматта өз-өзіме келгендей болып есімді жинай бастадым. Кіресілер шығасылы сәтте аңғарғаным, бір алапат күш тамағымнан алып тұншықтырып жатқандай. Алқымыма батқан біреудің күшті саусақтарын сездім. Өкпеме ауа жетпей, булыққан күйі ояна келсем, кеудеме бір қыз мініп алыпты. Төбе құйқамнан біреу тыз еткізіп ұрып қалған сияқты болды. Үстінде қандай киімі болғанын есіме сақтамаппын. Өлім мен өмір, үрей мен қорқыныштың арасында жатқан адамда қайдан ес болсын? О, сұмдық, бұл кім? Бұрын соңды көрмеген адамым. Жүрегімнің дүрсілі құлаққа естіліп, шыбын жанымның шырылдап кеткені соншалық. Ке деген екі әріпті аузымнан әрең шығардым. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Әлде, кет, жоғал албасты деп айтқым келді ме, білмеймін. Тіпті ол жағы маған әлі күнге белгісіз. Аузымнан шыққан екі әріптен соң жаңағы қыздың саусақтары болымсыз ғана босай бастады. Санама сан алуан ойлар келіп, бір сәт ол да мен де қимылсыз қалдық. Сәлден соң адам шошырлық дауыспен айғай салдым. Даусымның соншалық сүреңсіздігінен өзімнің де өн бойым шымырлап кетті. Ал ол ғайып болды, түн түнегіне сіңіп кетті. Бұл жерде бір сәтке болсын қалмау керектігімді ойға алып, орнымнан тұрып үлгерген бетте сыртқа қаша жөнелдім. Жонарқама біреудің тырнақтары тағы батты. Мен үйдің ішінде қалтырып өлдірмек пе? Бұл ұры ма, әлде жын шайтан ба? Сыртқы есіктің ілгегін көтеріп қалдым да, есікті бір-ақ теуіп шығып, лезде артыма бұрылдым. Ешкім жоқ. Жын ұрды деген осы шығар. Не үшін қашып шықтым? Ұры қарашы дейін десем, басы мауқиып ұйықтап жатқан менде несі бар? Оның үстіне қатты ұйықтап жатыр екем. Ұрлыққа түскен болса, анау-мынау заттарды алып қашып жөнелмес пе еді? Алайда, мұнда ешқандай жиһаз болмағандықтан мені өлтіріп кетпек болды ма екен? Үйге қалай кірген? Сыртқы есік жабық тұр ғой. Ұры болса, қайда кетті? Қалай қарай қашты? Көруім керек еді. Қайдағы ұры? Ол әйел ғой. Міне, осындай жұмбақ пен қорқынышқа толы сұраулы ойларыммен арпалысып, алақтадым да қалдым. Жартылай жалаңаш қалпыммен далада тұрғанымды аңғардым. Есімнің жинала бастағанынан немесе ұйқымның шайдай ашылып кетуінен болар. Тәйір, қорыққанға қос көрінер деген мүмкін қорқынышты түсім болар. Қайтадан үйге қарай беттедім. Ақырын адымдап, тың-тыңдап өзімше тұрып алып, өлі тыныштық. Жаңағы қорқынышты елес болмаған тәрізді. Не үшін сыртта жүрмін? Ол егер шынымен болмаса. Түнгі жылымық желден бойым жеңілдеп қалған сияқты. Жаңағы өзім тұра қашқан орныма келіп қайта жаттым. Аяқ қолда аздаған діріл. Көңілде ептеп қорқыныш білінеді. Тас қылып көрпені қысып жатып, көзімді одан әрмен қаттырақ жұмып жата бердім. Шын үрей билегенде ұйқы да келер емес. Тезірек ұйықтап кетсем екен. Жаңағы қорқынышты түсім ғой. Тек жақсы түс көрейінші деп жаппар иеме жалынып жатырмын. Көзім ілінер-ілінбесте бір тықыр естілді. Құлағыма жақын маңнан. Біреу жүгірген секілді. Көзімді ақырын ашып, өзім жатқан төсектің бас жағына қарадым. Бетіме адамның көлеңкесі түсті. О, сұмдық. Енді байқадым. Босағада шаштарын жайып жіберген
жаңағы бейтаныс ару тұр. Басымды көтере салдым да, аз уақыт бұрынғы әрекетімді қайталап, тағы да табытта жатқан адамды аяғынан тік тұрғызар дауыспен айғай салып айбат шектім. Ол тағы да ғайып болды. Тағы да қараңғылыққа сіңіп кете барды. Шығуға беттеп, есікке жақындай бергенімде, тоқташы, деген әйел дауысын құлағым шалды. Үйде қараңғы түнектен қорқынышты дауысты есту неткен ауыр еді. Далаға жүгіріп шықтым. Табалдырықтан аттай бере, әйел күлкісі естілді. Сондай бір қорқынышты, тап біреу мені әжуалап күліп тұрған іспетті. Ауланың сыртына қарайладым. Бәрі ұйқыда жатыр. Жарық атаулыдан еш сыңай білінбейді. Аспанда көрінген ай да бұлт арасына жасырынды. Түн түнегінде екі жан қалған сияқтымыз. Мен және ол. Егер ол жан болса әрине. Сірә мен жалғыз шығармын. Үйге қайтып беттемедім. Таң уағының жақын екенін де сездім. Ауланың ішіндегі бір кісілік орындықта отыра бердім. Дәл осы жерде ештеңе де қорқынышты емес секілді. Қалай оянғаным, қалай қашып шыққаным, оның шашы, көзі, оның қорқынышты көзі, маған қарағаны, бәрі көз алдымнан тізіліп өтіп жатыр. Бұл не жұмбақ? Мен мұндай дүниелерді тек шетел киноларынан ғана көргенмін. Көрдім деймін ғой, көруге мүлде құштар емес дедім. Бір түрлі жаным түршігетін. Ал сондай жағдай менің басымда болып өткеніне сене алар емеспін. Тек көз ілмедім. Санамда сарпылысқан ойлармен таңды да атырдым ғой әйтеуір. Оған да тәуба. Төңірек күн сәулесіне шомыла бастағанда үйге кірдім. Түндегідей емес, ешқандай да қорқыныш жоқ. Түк те болмаған сияқты. Тап-тамаша үй. Түндегі орныма барып қайта жаттым. Алай-дүлей көңіл басылып қалған. Жүректің мазасыздығында да білінер емес. Айнала жарық, түндегі елес, түн түнегі енді мені жұта алмастай. Ұйықтап кетіппін. Біреудің самбырлағанын, міне, қасыма келгенін сездім. Түртіп қалды. Кірпіктерім бір-бірінен айырылысқан кезде түндегі айғайға басам ба деген ой келген. Бірақ қасында тұрған Жанат ағам екен. Я батыр, қалың қалай? Деді ағам жымиып. Маған сұраулы жүзін қадап алыпты. Бет-бейнемнен жағдайымның жақсы еместігі көрінген болар. Жаман, түні бойы ұйқы көрмедім. Бұл үйде елес бар екен, дедім мен. Қайдағы елес? Үйде жалғыз жатып, елегізгендік ол, деді Жанат жайбарақат қана. Мен орнымнан атып тұрып, ағама қарай жақын бардым да. Шын айтам сізге, тамағымнан алып қылқындырды, шаштарын жайып жіберген бір қыз, тіпті жан түршігерлік күлкісін айтсаңшы, дедім де кешегі түннің қорқынышын елестетіп тосырқап қалдым. Ол кезде ағам маған жақындау жерде тұрған орындыққа жайғасқан еді. Мен сені үйде қалған күзетші десем, өзің бір су жүрек екенсің ғой. Жарайды, енді бұдан былай қасыңа біреуді қонаға шақырып ал. Әйтпесе, ару қыз тағы бір жолы тамағыңнан аймаламақ түгілі сүйіп кетер. Елес мүмкін өзіңнің мойын бұрмаған қыздарың шығар, түнде келіп қорқытып өш алып жүрген. Ондай қыздарың жоқ па, Алдымен соны анықтап алу керек. Біле білсең, өмірде махаббат азабын тартқан әйелден қорқу керек, деген сөз бар, деді ағам. Маған біраз уақыт ыржалақтай қарап бөгелді де қарқылдай күлді. Күлкісі түндегі елес қыздың күлкісіндей бір түрлі жаман болып шықты. Ағамның күлкісімен аралас түндегі күлкі де құлағымның түбіне әлсін-әлсін жеткендей бір мазасыз күй кештім. Қайдағы өш алушы қыздар? Сіз неге сенбейсіз? Өз көзіммен көрдім, шаштарын жайып жіберген бір қыз кеудеме мініп, мені буындырып жатқанын. Босағадағы телміріп қарап тұрғандағы жанары өңменімнен өтеді. Әрине, сізге еш нәрсе қорқынышсыз. Таң ата үйге келдіңіз, түнгі елестің жұрнағы да қалмаған шақта, деп бұрылып кеттім. Қайран қиялиым-ай. Жанат осы жерде үздігіп, терең күрсініп алды. Бұрын кәрі әжең пәлен шекенің баласын оқу соғып кетіпті деп мүсіркеп отырушы еді. Оқу соққан адам сендей болар, түндегі елес емес.
Ол сенің қалың кітаптардан оқыған кейіпкерлерінің жинақталып, қыз болып қорқынышты түсіңе енуі. Басқа бір нәрсенің барына өз басым сенгім келмейді. Осы қаланың басқа аудандарындағыдай бұл жердегі үйлер бағзы замандағы бейіттердің үстіне салынбаған. Аз білсең, көп өмір сүресің дейтін бе еді сені оқу соққан. Әлде жақын күндері шет елдің ужас киноларына телміріп көз майыңды тауысып па едің? Кино, оқу, не деп кеттіңіз? Бар деймін, мұнда болған кеше. Басымнан кешірдім, дей бергенімде, ағам орнынан тұруға ыңғайланып. Жарайды, бар болса бар шығар. Өзің қорықсаң да өзгені қорқытпа. Оны қойшы, мен тапсырған жануарларды бітірдің бе? Деді немқұрайлы еріндерін жыбырлатып. Иә, дедім мен қиналып жауап қатып. Оның мүлде кешегі оқиғаны ұғып та, сезініп те тұрмағанынан байқадым. Төсекке барып қайта жаттым. Өлердей ұйқым келгендіктен, осыдан былай ағам екеуміздің арамызда бұл жайлы әңгіме болған жоқ. Маған сенбейтінін аңдадым. Ол мені осының бәрін ойынан шығарды деп ойлап жүрді. Жанат ағамның үйін күзетуімді қойғанымнан бастап, маған бір қырсық жабысты. Айықпас дерт деуге келмес. Психологиялық күйзеліс. Тынышым бұзылып, түнгі ұйқым қашты. Қараңғы бөлмеге қарай ұйықтауға бет алғанда, әлгі қыз алдымнан шыға келе құшағын айқара ашып, тұншықтырып тастайтындай еді. Сондықтан кей күндері күндіз ұйықтауға мәжбүр болатынмын. Немесе таң атар атпас төсекке жатып, сабағыма кешігіп баратынды шығардым. Қырсық жабысқан түндегі оқиғаны жолдас шораларыма әңгіме қылып айттым. Көбі сенбеді, ал қалған азы ешқандай да көмек қолын соза алмай қиналды. Бәлкім сол аздардың өзі осындай қорқынышты дүниені бастарынан кешірді ме екен. Жанат ағамның аз оқу керек деген ақыл кеңесін артығымен орындап жүрдім. Қалың кітап бетін қойып, жұқалтаң оқулық кітаптарының бетін әрең ашатынмын. Мектепте, яғни сабақ үстінде ғана. Зауқым болмайтын, ұйқысы бұзылған адам сабақты қойып тамақты қабылдаудан да қалады екен. Күнім мен түнім өзгергеннен бастап, мінез құлқымда өзгерді. Шын жанасыр достар азайды. Үй ішім, ата-анам тосын мінезіме таң қалған жоқ. Басында ана бір қорқынышты түннен соң аздап секем алған, артынша естерінен шығардау деймін. Мен сол қалпы ұмыта алмадым. Олар жастық отының жалынына жас жігіттің басында деп ойлаған. Біреуге ғашық болып қалу, соны түнімен ойлап, көрер таңды көзімен атырған сан ғашықтың есебінде санап қойыпты. Тұп-тура осылай бір ай жүрдім. Жындануға шақ қалдым. Ендігі мекенімнің жындыхана екенін жүрегім сезіп жүрді. Қияли деп санағаны бар, ғашық боп қапты деп ойлағаны бар. Бәрі менің орнымның жындыхана екенін білді. Бір күні таңертең Жанат аға келді. Ата-анам жұмыста, менен кейінгі бауырларым сабақта болатын. Ұйқы деген жау ылғида мені алғашқы сабаққа ұйықтап баруға мәжбүрлейтін. Әрине, бұл менің қырсық жабысқаннан бергі ауруым екенін ұғынған шығарсыз. Күндіз болса да мен үшін түн ұйықтап жатқам. Қалың қалай? Деп оятты мені. Алқынып жүгіріп келгені білініп тұр. Ентігіп әзер амандасты. Қалым жақсы, дедім жаман болса да. Сол елесті ойлап мазасызданатын несі бар? Деп айтама деген күдікпен. Сенің сөзің расқа шықты. Біздің үйде елес бар екен. Дәл өзің айтқандай тамақтан алып буындыратын арудың барына көзімді жеткіздім. Қойыңызшы аға, сіз де қайдағын айтып, мен сияқты қорқынышты бірдеңе оқыған шығарсыз, дедім мен сәл жымиып. Ойынды ұмытпасам да қалай күлуді әлі естен шығармап едім. Қалжың деп тұрсың ба? Сендім, көрдім, кешірші, саған сол кезде сенбегенім үшін. Міне дәл осы түні бүгін өкініп шықтым, деді ағам бір түрлі ыңғайсыздан. Манадан бері мені өзінше мазақтағаны болар деп көңіл аудармаған едім. Бір бәленің болғанын су жүрегім бе, қу жүрегім бе, сезді-ау әйтеуір. Сонда не болды дедім. Ағам басын шайқап жұтынып алды да. Кеше таңертең жеңгең қарындасың Әйкерімді ертіп Түркініне кеткен, деп ағам түндегі басынан өткен оқиғасын бастады. Үйде жалғыз қондым. Сенің анада айтқан әңгімеңді онша көп миымда сақтап ойлағам жоқ.
Шын сенбеген едім. Қамсыз көңілмен алаңсыз ұйқыға берілдім. Түн ортасында бір оянып далаға шығып келіп, қайта жаттым. Содан бір уақытта деп жалғаса беретін ағамның бұдан былайғы әңгімесі дәл менің басымнан өткендегідей өрбіген екен. Ағам далаға қашып шығыпты. Ағамның тамағы тырналған. Елес қыздың өткір тырнақтары тәнін тілгілеп тастапты. Әңгімесін аяқтап болғанда спорт киімінің алқымын ашып көрсетті маған ол. Дәл осы қалпыңызда жеңгейдің алдына апарып, мына кісі сіз жоқта бір жас қыздармен ойнас жасап, ләззатқа толы түннің естелігі болсын дегендей тамағына таңба басып кепті, десе сенер ме еді? Дедім мен қалжыңдап, өткен кегімді өзімше қайтарған болып. Қойшы сенде, қылжақтай бермей, деп зекіп тастады да, анау қарсыда тұратын Бекбол көршім сол үйде өзі ажал емес, біреудің қолынан бір қыз өлген деді. Тықылдап сұрай беріп едім, анық-қанығын көшенің басында тұратын Томарбай ақсақал біледі дейді. Не істеу керек, соған барамыз ба? Деп Жанат ағам қарап отыр. Қамал алар 40-қа келген ағамның шарасыз күйін көріп аяп кеттім. Түнектегі елес әбден сілкілепесін шығарған екен. Осыдан соң еңсені басқан ұйқы қашты. Екеуміз Томарбай ақсақалдың үйіне тарттық. Денсаулық сұраудан басталатын амандасуымызды айтып, кіріп барғанда ол үйінде жатты. Бірден білгіміз келген нәрсемізді сұрадық. Темекісін тұтатып алып, ағамның үйіне көз тастап қойды да. Мына сендердің үйлерің қарық сатқан үй. Адам тұрақтап болмайды. 6 жыл бойына сатылмай тұр еді. Сендер алдыңдар. Арзанға түсті ме? Деді Томарбай Жанатқа қарап. Иә, 3000 доллар қалдым. Білесің бе, қаланың орталығында мұндай бағаға үй жоқ. Енді ескілеу ғой, содан ба деп ойладым, деді Жанат ағам күмілжіп. Сонда, бұл үйде не болған? Дедім мен білгім келгендіктен. Бұл үйде бір жесір әйел ұлымен тұрған. Күйеуінен жастай қалыпты. Жалғыз өзі ұлын өсірді. Ұлының есімі есімде қалмапты. Ерке, шолжаңдау бала еді. Бастауыш сыныпта жүргенде ұрлықпен аты шықты. Сол жылдары осы маңдағылардың ұсақ-түйек заттарын сол ұрлайтын. Көбіне кешіріп шешесіне айтпайтынбыз. Не керек, сол бала өсе бере, деп ақсақал аз кідіріс жасады. Бұзық болды ма? Дедім, арыдан басталған ұзақ сөзді тыңдап отырғанымызды аңғартып. Жастайынан бұзылды. Темекі, арақ дегендердің бізден көп дәмін татқан шығар ол. Сол кездің өзінде наша шегіп жүретін, деп естігем. Сол пақырың үйінде бір қызды зорлап, қылқындырып өлтіріп тастапты. Қыздың өлігін ауласына көміп, қылмысын жасырып жүргенде артынан бәрі ашылды, деді Томарбай. Сонда ана үйдегі елес, дей бергенімде, тағы бір тал темекісін тұтатып үлгерген ақсақал. Я, сол қыздың әруағы. Өзі сондай сұлу болыпты. Біреудің қолынан өлген немесе жаны тынышталмаған адамның елесі қалады дейді. Білетіндер, бұл елес жалғыз сендерде емес. Талайдың зәресін қашырған. Ұлы сотталып кеткен соң жесір әйел үйін сатып кеткен. Сол үйге көшіп келген бір отбасының ұлы да сол үйде өлді. Бір жұмбақ жағдай. Қалай? Өзінен өзі ме? Деді Жанат. Талайдан бері үнсіз отырған. Өзінің бар екенін аңғартқысы келген сияқты. Өзінен өзі өле ме? Сол елестің алақанынан құтыла алмады ғой бейшара. Оның жасы үлкен емес. Өзіңдей бозбала болатын, деді Томарбай мені нұсқап. Үйде бала жалғыз қалған ғой. Түннің бір уағында шашы жалбыраған біреу қылқындырған екен. Үйінен қашып айғайлап жүріп, тереземізді қағып бізді оятты. Көршілерінің көбі ішіп алған деген оймен есіктерінде ашпады. Далаға да шықпады. Жүзіне қарасам, ұрттап алғанға ұқсамайды. Артынан еріп үйіне бардым. Терезенің жанынан өте бергенімізде, үйдің ішінде біреу жүгіріп өткендей көлбең ете түсті. Орнымда тапжылмай тұрып қалдым, деді Томарбай ақсақал. Біздің бетімізге кезек-кезек үңіліп алды. Не айтқанымды ұғасың ба дегендей. Мен елестің үйде жүргенін ойша көз алдыма келтірдім. Терезеден ұзақ қарадым. Ешкім жоқ секілді. Әлгі балаға қарасам, қаңтардың аязында 2 күн, 2 түн түнеген адамдай қалш-қалш етеді. Қайта бұрылсам, терезенің ар жағынан
бір бейтаныс әйелдің ытқып шығып тістерін ақситып ыржалақтай қарағаны. Қол аяқта дәрмен жоқ. Аллалап арт жағыма қарай құлап түстім. Көрші бала қолтығымнан демеді. Біздің үйге қарай зыта жөнелдік. Көршілеріңіз әлгі жағдайдан соң көшіп кеткен болар, дедім мен Жанатқа қарап. Саған да ол үйден кету керек деген сыңай білдіріп. Жоқ, олар көшпеді. Бірақ ана бала жынданып кетті. Түнде шошынып айқайлап, далаға қарай бетімен қаша жөнелетінді шығарды. Амалы қалмаған туыстары оны жындыханаға жіберіп тыныштапты. 6 айдан соң бала келді, аман есен жазылып. Басынан өткеннің бәрін ұмытып па? Деді ағам. Есі түзу, есті адам ондайды ұмыта ма? Дәрі дегеннің уақытша ғана тынышталдырған болып шықты. Арада 1-2 ай өткенде көрші қолаң шуылдасты да қалды. Бала бақилық болып кетіпті. Сол үйде ешқандай тіршіліктің белгісі білінбеген соң, жақын жердегі көршілері барып, есікті жұлқыласа, ілгегі ішінен салулы тұрыпты. Есік терезесін ары ұрғылайды, бері ұрғылайды, нышан жоқ. Үйге бұзып кіргендер төсекте жатқан баланың өлігін тауып алыпты. Алқымы тырналған, көзі алайып, шарасынан шығуға шақ қалғанда жан тәсілім етіпті. Қайта бізді сақтаған екен, деді Жанат тырнақтың ізі қалған жарасын сипап қойып. Қорқып отырғанын бірден білдім. Даусында діріл бар. Енді бір қызығы, деді ақсақал тағы сөйлеуге ыңғайланып. Қызық деймін-ау, қорқынышты дүниені айтам. Баланың өлігін туыстарым айтханаға апарып тексерткен екен. Жүректің тоқтап қалуы емес, тұншығып, қиналып өлген деген қорытынды шығарыпты. Деп, Томарбай темекісінің қорабына қолын соза берді. Томарбайдың сол сәтте түр әлпеті елесті ең алғаш көргендегі қорқынышының әлі күнге дейін ұмыт бола қоймағанындай көрінді. Сол өлген баладан басқа ешкім жұмбақ өліммен ажал құшпады ма? Дедім мен. Жоқ, ондай өлім қайталанбады. Бір рет өздеріңде қорқынышты көргендер үйді сатып кете беретін болды. Үйдегі елес тек еркектерге ғана тиіседі. Сонда жалғыз қонып шошынған әйелді естімедім. Менің ойымша, қиналып, қаншер еркектің қолынан дүние салған қыз, еркек кіндіктілерден өш алу үстінде. Аруақта болса, алғашқысында ескертеді, келесі жолы сол арудың алақанынан құтыла алмайсың, деп Томарбай орнынан тұрды. Темекшіл шалдың сөзінің біткені де біз ұқтық. Томарбайдың үйінен қайтып келе жатқанда. Мен Томарбайдың сөзіне сенейін дедім, деді Жанат. Нені айтасыз, деді мен. Жанаттың тағы бірдеңелерді ойлана алып келе жатқанын сезіп. Еркек кіндіктілерден өш алып жүр деді ғой, сол рас. Бірде жеңгең жұмысында мен зауытта түннің жарымына дейін бөгеліп қалғам. Осай сала үйге зуладым. Қарындасың Әйгерім жалғыз еді. Сенің қорқынышты әңгімең ойымнан шықпаған қалпы. Жан ұшыра жетіп барсам, ол алаңсыз ұйықтап жатты. Ешқандай нәрсе мазалаған жоқ, деді қарындасың. Сол бетте Жанат үйін сатып жіберді. Келесі жылы көктемде сол үй орын тепкен ауданында болдым. Қарғыс атқан үй бұзылып, орнында күл қоқыс толып жатты. Өзімнің сол қорқынышты түнде қалай тірі қалғаным жұмбақ. Екінші ретінде де сытылып кеттім ғой. Кейде сол түндегі бейне елестейді. Бір күні келіп тұншықтырып кететіндей сезінемін.